Міне, мынаның қаптап жатқандардың бәрі әжетхана қағазы. Шашылып жатыр. Аяқ алып жүретін жер жоқ. Ал бұл Шүлбі өзенінің жағасы. Халықтың бұлай орманда әжетханаға айналдырудың басты себебі бұл жерде әжетханалар жоқ. Әжетхананың кейпі қазір көрсетем. Міне, әжетхананың кейпі мынау. Есігі жоқ, түсіп жатыр. Қаңылтыр. Іші жайлы мүлде айтпай қойса да болады. Енді бұнда келіп демалушыларды қараңыздар. Жағажай толған адам, көліктер. Ал осы бүкіл адамға бір ғана туалет.